Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен овсянкіден өте тез әрі дәмді дайындалатын печеньелердің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны мұқият соңына дейін қарап шығыңыздар. Барлық қажетті қоспаны описание бөлімінен көре аласыздар. Алдымен құрғақ қоспаларымызды араластырамыз. Оның алдын ала блендерде үгітілген овсяный хлопья, шым тұз, 1 шай қасық қопсытқыш және де 1 шай қасық корица, осыларды араластырып аламыз. Содан соң бөлек ыдысымызға сары май және де қантымызды салып езіп аламыз. Осы қоспамызды жаңағы ұнға қосып, қолымызбен тағы да араластырамыз. Содан соң бөлек ыдысымызда 1 жұмыртқа және де 1 ас қасық балды араластырып аламыз. Содан соң жаңағы қоспамызға қосып, жақсылап қамыр илеп дайындап аламыз. Қалауларыңыз бойынша осы қамырына үгітілген арахис немесе изюм салып жіберсеңіздер болады. Міне қамыры дайын. Енді кезекте қамырды бірнеше бөліктерге бөліп, қолымызбен шариктеп қалыпқа орналастырып шығамыз. Барлығын дәл осылай жасап аламыз. Және де алдын ала пешімізді 180 градусқа қыздырып қоямыз. Міне барлығын даярлап алдық. Енді кезекте пешімізге салып 15 минуттай беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне барлығы дайын болды. Өте дәмді, әдемі болып шықты.